Негізі осы уақытқа дейін қарап келе жатырмын ғой, Алидің талантына негізі таң қаламын да. Негізі Али шындықты айтса да жақпайды ғой, негізі ащы қылып айтады ғой шындықты. Шындық никогда ол адамға жаңағыдай жағымды болмайды ғой, ащы шындық деген. Білмеймін, мына жерде Галинаның ренішінің орынды ма, жоқ па екеніне. Жоқ, ұятыңды қай жеріне ұялып отырсың? Жоқ, ұятың жоқ екен қай жеріне? Неге жоқ дейсіңдер? Басын істейма сен құралай. Не андай бір маймыл құсап, не бүйтіп сұрқыланып, неге бүйтіп сөйлеп отырса, маған жыныма тиеді. Мен өзгердім деп отқан. Қалай сен ұятың жоқ деп, сен мен ұятым бар ма жоқ па тексершісің ба деп тұрсың. Сен маған миың жоқ дегенге мен саған не дедім? Сен маған миың жоқ деп айтқанда сен оны сен не отыра тұрып сен маған бірінші тиістің ғой, білдің ба? Ұятыңды жөндеп ал, сен жаным. маған бірінші тиістің ба? Ұятыңды жөндеп ал. мені ояттың ба? Мен бұл жерде саған претензиям жоқ, просто өткен жылы болған оқиғаларды қайтадан жаңа жылға тасып жатсыңдар. Жоқ, Шахмырза, мен түсінбеймін да. Қараңызшы, айтып жатырмын да, менің айтқаныма андай шындықты қабылдай алмай жатыр да. Мен Алидің сөзіне ешқандай бір претензиям жоқ, керісінше сенің ренішіңнің орнын біліп отқан жоқпын мына жерде. Несіне сен ренжисің оған?